Ассаламағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздермен біз тағы да біргеміз. Эфирде көкпардан тұңғыш әлем чемпионатының топтық ойындары, дәл осы топтық ойындардың соңғы бәсекелері дәл қазір Казспорт телеарнасының эфирінде. Астанада ауа райы 29 градус жылылықты көрсетеді. Сонымен қоса Сарыарқаның салқын самалы желі бар. Ал сіздердің назарларыңызда міне ортадағы және қапталдағы төрешілер келе жатыр. Қос команданы жетекке алып, бүгін тағы бір тартысты бәсекенің куәсі боламыз деген сенімдеміз. Және ортадағы төреші Жансаев, сол жағында, яғни оң жағында Жанстың Құдырет Жураев, Өзбекстан, одан кейін Темірхан Иманғалиев, Қазақстан, және Қуаныш Қайрат, Қытай Халық Республикасынан келген төреші, құрметті көрермен. Ауғанстан және Қытай Халық Республикасының көкпаршылар арасындағы бәсеке. Әнұрандар тыңдаймыз, сосын ойын тамашалаймыз, құрметті көрермен. Қытай Халық Республикасының геймі. Сонымен, құрметті телегөрмендер, Ауғанстан мен Қытай Халық Республикасының әнұрандарын шырқады балуандар. Екі команданың күштері тең, сондықтан тартысты бәсеке болады. Экранға кішкене жақын отырыңыздар. Ауғанстан құрамасының тізімі сіздердің алдарыңызда, қандай құрамда өнер көрсететінін көріп отырсыздар. Наджибулла Пахлаван, Түркман Мунат Ибрахим, Сарбар Мухаммад Сараджи,
Абдул Расул, Аймақ Абдул Салам, Саражей Абдул Рузил және Аймақ Абдул Салам, Расулла Обайдулла, Наджибулла Жалжани, Фахл Миналла Кауми, Гульбуддин Малахаил, Гульбуддин Исмайхил, Файтулла Чарри және Гулам Арих Худде. Ал Қытай Халық Республикасының құрамы мына тізімде өнер көрсетеді. Оралтай Оразұлы, Мұхат Қуанышұлы, Қанатжан Төлешұлы, Елшат Жұмабай, Думан Жұмабайұлы, Қайырбек Иззатұлы, Нұрболат Әліпбай, Болат Шожықанұлы, Ерболат Тұрсынбай, Беделхан Оралханұлы, Қаскер Ердосұлы және Бекеш Тұрғанбекұлы. Сіздердің алдарыңызда Сайфуддин таңдаған болды. Ол Ауғанстан құрамасының бас бапкері. Сіздердің назарларыңызда Серік Үсенұлы, Қытай Халық Республикасының құрама көкпар командасының бас бапкері және Ермек Тоқтарбайұлы есімді команданың жетекшісі. Дәл осы командамен бірге шырпыр күйіп жүрген өзімізде жақсы білеміз, құрметті көрермен. Қытай Халық Республикасы мен Ауғанстан туралы көкпардан біраз ақпараттарды айтамыз. Ойын барысында бөлісіп жатармыз. Бәсеке басталды. Екі команданың арасындағы ойын өте тартысты болу керек. Бірінші себеп, екеуінің де күштері тең. Екінші себеп, дәл осы бәсекеде жеңіске жеткен команда үшінші орын үшін 27 тамыз Астана қаласында сағат 4-те сынға түсетін болады. Және келесі топтан Тәжікстан құрамасы Монғолия елінің құрамасын жеңіп, қазір ақтық, яғни үшінші орын үшін бәсекеге жолдама алып отыр. Серке дәл қазір ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ауғанстан құрамасының жігіттермен өзара тілдескенімізде, құрметті көрермен, бұл кісілердің айтуынша Ауғанстанда көкпар бар және біздегідей қарқынды дамымаса да ерекше жақсы өнер көрсететін жігіттер көп екен және қазіргі таңға дейін Ауғанстан елінде тана тартатын көкпар бар. Тананың салмағын өздеріңіз жақсы білесіздер, 90-100 келіге дейін жақындайды. Сондықтан бұл елдің жігіттері өте қарулы келеді деген өте орынды айтылған пікір деп есептейміз. Ал Қытай Халық Республикасында өзіміз болдық. Іле-Қазақ ауданында, құрметті көрермен, сол Іле-Қазақ автономиялық облысында кешірім сұраймыз. Қазіргі таңда Қазанат ұйымы жұмыс істеп тұр, осы тек көкпардың мәселесімен айналысатын және қазіргі таңда бір жылдың ішінде Қытай Халық Республикасының жігіттері 50 команда жасақталған. Қазіргі таңда бұл командалардың саны 100-ге жуықтап қалды дейтін ақпаратпен бөлісті Ермек Тоқтарбайұлы. Сондай-ақ бір жылдың өзіне мемлекеттік деңгейдегі 50-ге жуық жарыс алған. Сол жарыстардың нәтижесінде сол 100 команданың ішінен іріктеліп алынған Қытай Халық Республикасының құрамасы келіп отыр. Әлде тәжірибе аздық етеді, өйткені бұл біздің қанымызда бар спорт болғанымен де біраз уақыт тарихта шегініс болды. Көкпар тартпай кеткен кездеріміз қаншама. Ол тарихта әрине қарадақпен жазылғаны белгілі. Сонда да қандас бауырларымыз Қытай Халық Республикасындағы бұл бәсекені әлі күнге дейін ұмытпаған. Және құрметті көрермен, тағы бір айта кететін дүние, сіздердің назарларыңызда Ауғанстанның Қазақстандағы елшісі дәл осы Ауғанстанның ойынын тамашалап Қазанат атшабарында отыр. Мұның өзі мемлекеттік билік өкілдерінің өзі дәл осы чемпионатқа келген елдерде көкпарға дейтін ерекше қызығушылық танытып отырғанын анық аңғаруға болады, құрметті көрермен. Мінекей Наджибулла Жалжани мен Думан Жұмабайұлының арасындағы жекпе-жек өздеріңіз көріп отырсыздар. Көк ат пен күрең айғырдың арасындағы жекпе-жекте екеуі де бір-біріне нақты бір мүмкіндік берер емес. Егер 2 минуттың ішінде Серке жерден көтерілмейтін болса, онда адамда ат
минутта ауыстырылатын болады. Жекпе-жекке шығатын ортадағы Жан Саев, халықаралық дәрежедегі төреші, бұл мәселені де жіті қадағалап тұрғаны ақиқат. Сонымен жекпе-жекте әлі де болсын еңкейген ешкім жоқ. Бір орайлы сәтті таба алмай жүрген сыңайлы. Думан Жұмабайұлына қазір еңкеуге мүмкіндік бар. Бірақ міне қараңыз, қазір солға қарай еңкейіп тұрып Серкені тақымға басып алуға мүмкіндік бар еді. Екеуі де тәуекелге бара алмай жатыр. Міне айтып ауыз жиғанша командадағы белдесуге шыққан, жекпе-жекке шыққан спортшылар ауысуға шешім қабылданды. Тәжікстандық және қазақстандық жанкүйерлер сіздердің алдарыңызда болды. Қайтадан жекпе-жекке шығып отырған бұл 8-ші нөмірдегі Болат Шожықанұлы мен Наджибулла Пахлаван. 1-ші нөмірдегі ауғанстандық палуан болса, 8-ші нөмірде Қытай Халық Республикасының палуанына. Тамаша, құрметті көрермен, Наджибулла Пахлаван Серкені тақымға басып алды және керемет шабуыл ұйымдастыруға мүмкіндік бар. Жекедара шауып шығып келе жатқан сәті. Бұл қандай нәтижемен аяқталар екен? Бірат Мұхат Қуанышұлы Серкеге жармасып алғанын көрдіңіздер. Дәл мұндай жағдайда мәренің ішіне Серкені дөп тастап кету ол қиынның қиыны екені ақиқат. Пахлаванның тақымындағы Серке жерде қалды. Мұны Серкені жерден алып Қаскер Ердосұлы қазір шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Аттарының күші де тең, жылдамдықтары да бірдей. Құрметті көрермен, екі жақтың жанкүйерлері айғайға басып отыр қазір. Қаскер Ердосұлының тақымында Серке қалай болар екен? Міне бұл шабуыл ары қарай жалғасуда. Команданың арасынан атты тебініп атқыдып тұрып шығып кету керек. Қарғып шықса да, бірақ командалық әріптесі Мұхат Қуанышұлына қазір Серкені ойыстырды. Бірақ Серке ойын алаңның сыртына шығып кететін сияқты. Айтып ауыз жиғанша қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Нәтижесінде Серке ойын алаңның сыртында. Құрметті көрермен, қазір ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке Қытай Халық Республикасынан көк ат пен көлденең боп Думан Жұмабайұлы жиі шығуда. Бұл бәсекеде де Думанды біз көріп қалуымыз мүмкін. Ал Ауғанстан құрамасы әрбір жекпе-жекте спортшыларын өте жіті ауыстырып тұрғанын байқап отырмыз. Ортадағы төреші Жанспек Саевтың ысқырығынан кейін біз жекпе-жекті бастайтын боламыз. Және екі мемлекеттің де ең мықтылары жиналған бұл сайыста расымен де жоқ, бұл жолы Қаскер Ердосұлы мен Наджибулла Пахлаванның арасындағы белдесу. Қаскер Ердосұлы қайтадан Серкені көтеріп кеткенін көрдік. Командалық әріптесіне Серкені ұзатуға болар еді, бірақ Қаскер Ердосұлы өз тақымына басып шабуылдауды ұйғарыпты. Десек те Думан Жұмабайұлының тақымына Серкені салып берді. Думан Жұмабайұлы жақындап қалған сәт, бұл салып! Өте тамаша! Ойынның 8-ші минутында есеп ашылды. Есепті ашқан Думан Жұмабайұлы, құрметті көрермен. Думан Жұмабайұлы бұл Қытай Халық Республикасының көкпардан чемпионы деп айтуға әзірге ерте, дегенмен аударыспақтан жеңімпазы екенін айта кеткеніміз жөн. Бірнеше ұлттық спортты қатар алып жүрген палуан міне алғашқы есепті ашып Қытай Халық Республикасына бірінші салымда салып берді. Өте тамаша. Міне Серкені ұзатқан сәті, Қаскердің Думанға Серкені ұзатқан сәтін көрдіңіз, және Думан сол әдемі мүмкіндікті тамаша пайдаланды. Бұл да көкпардың әдемі тактикасы, ойынның әдемі жүйесі ретінде есте қалды, құрметті көрермен. Сонымен тағы да өздеріңізбен білесіздер, мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген екені. Дәл қазір мен сөзді әріптесім Аянға берем. Қайырхан, рахмет. Мы снова приветствуем вас, уважаемые телезрители телеканала Казспорт, в эфире нашего телеканала. И сейчас противостояние сборной Афганистана и Китайской Народной Республики. И про эту команду можно много что рассказать. Уже поделился мой коллега информацией о том, что в Китайской Народной Республике вы знаете, что целая автономная область существует, или казахская, и
там проживают в основном наши братья-казахи. И они, конечно же, эту игру развивают. Помимо того, что сохранили они язык, культуру, так они еще и вот такие вот национальные виды спорта. И причем на сегодняшний день информация, на самом деле, она правдоподобна, что до 100 достигает команд в этой области. Вы представляете, какое-то количество. И самые сильнейшие, лучшие из лучших из всего этого количества представлены здесь, на этом чемпионате мира. Что касается сборной Афганистана, то в их стране эту игру называют бускаши. То есть это такое же название она носит и в Таджикистане. Бускаши — это игра, которая также имеет свои традиции в их стране. И были у них печальные моменты в истории, когда во время правления талибов эта игра была под полным запретом. Ну а с тех пор, как свергли этот режим, сейчас видели вы и посла Афганской республики в Республике Казахстан. И новая власть эту игру приветствует. Поэтому очень много желающих заниматься кокпаром, бускаши, кокпаром в Афганистане. И поэтому здесь представлены также сильнейшие игроки из всего Афганистана. Ну, конечно же, мы знаем то, что в Афганистане очень много наших казахов живет. Тут есть история, интересная штука. Она сделала так, что в свое время раскидала наших братьев по всему континенту. Ну, а сейчас лучшие из лучших игроков кокпарше из Афганистана на нашем дебютном чемпионате мира в Астане на ипподроме Казанат в рамках всемирной выставки Экспо играют за звание быть лучшими. Великолепную атаку сейчас провел игрок Китайской Народной Республики Кайырбек Изатуллы. Ошибся я, уважаемые друзья. Думан Жумабайулы, 5-й номер сборной Китая, сейчас в приветствии благодарит зрителей и идет отдыхать на территории своей команды. На повторе мы видим, как он это сделал. Молниеносное решение принесло ему успех. Резко оторвался он от своих соперников. Видите, как четко он на протяжении всего пути держал Серке своими ногами. Ну и заправски он закидывает тушу точно в цель. Жанспек Саев сейчас даст старт к очередной атаке. Непривычно, да, все-таки, уважаемые друзья, видеть на 13-й минуте такой вот минимальный счет 0-2 в пользу Китайской Народной Республики. Обычно, когда играют сборные Кыргызстана, Монголии, Казахстана, конечно же, счет к этому времени уже довольно-таки внушительный. Все смешалось в кучу. Люди, кони. Ну а для них цель одна — поднять этот муляж Серке с земли и довести до своих ворот, забросить, добыть себе драгоценные очки. Афганская команда не выглядит слабее своих соперников из Китая. Напротив, они очень даже достойно сражаются. Сейчас попытался взять 7-й номер сборной Афганистана Наджибулла Жалжаши Серке, но ему это не удалось. И вот сейчас Жанспек Саев дает свисток. Ну и о чем мы и говорили, представители посольства
Афганской республики, в нашей стране. Пришли они лично поболеть за своих земляков, оказать поддержку. Ну и это, конечно же, сыграет большую информационную роль для этого чемпионата мира в Афганистане. Не секрет, что именно Кокпар объединяет страны Центральной Азии, ближнего зарубежья. Все эти страны, потому что близкая по духу многим народам, она дает очень многого. Можно сказать, это игра спортивная, как наш единый язык. Поэтому, конечно же, все они понимают игру. Просто у кого-то класс ниже, у кого-то выше. Условно можно назвать сборные Афганистана и Китая вторым дивизионом. Потому что еще рановато им претендовать на победу в поединках с теми же сборными Монголии, Кыргызстана, Казахстана. Но что-то подсказывает мне, что сборная Китайской Народной Республики, с тем, как они сейчас это делают, около 100 команд уже есть сейчас в Китае по Кокпару, в ближайшем будущем, в ближайшие несколько лет, мне кажется, они составят серьезную конкуренцию не только уже афганцам, но и нам, казахстанским кокпарши и кыргызским игрокам. Это будет только лучше. В конкуренции рождается чемпионство, поэтому будем ждать, будем надеяться и, конечно же, будем желать успехов нашим братьям-казахам в Китайской Народной Республике. Ну вот сейчас не удалась атака, видели вы на повторах, китайских кокпарше. И снова втаптывают землю своими копытами своих коней игроки обеих команд. Вроде бы как взял первым на себя роль держать серке афганский игрок Наджибулла Жалжани. Но сейчас вот сквозь эту плотную стену людей тяжело на самом деле увидеть, кто сейчас является хозяином, временным хозяином серке. Отобрали все-таки китайские кокпарше в последнюю секунду серке в свои руки, но Жанысбек Саев не дремлет. Он дает свисток к остановке. И игра снова сейчас возьмет свой старт. Аксакалы приветствуют на этой игре. За это им отдельная благодарность, потому что, несмотря на то, что будний день и заботы семейные, тем не менее, они находят время для того, чтобы приехать на ипподром Казанат и показать свое уважение к Кокпару, поддержать гостей из ближнего зарубежья. Воспользовался сейчас тем, что коллеги по команде Думана Жумабай-Уле оттесняют соперников от Маре. И Жумабай-Уле, сделав круг, сумел забить очередной гол в копилку своей команды. Не удалось здесь Наджибулле отобрать тушу у соперника. Ну и вот раз за разом показывают нам голевую атаку Думана Жумабай-Уле. Готовы к старту, готовы они по свистку Жанысбека Саева рвануться вновь к малому кругу для того, чтобы взять серке в свои руки. Игра постепенно выровнялась, потому что прочувствовали и те, и другие уже игру. Поэтому здесь
Конечно же, нужно что-то предпринимать афганским Кокпарше. Практически одновременно подскакали они к Серке. И вот сейчас мы видим, как сумели первыми подобрать свои руки. А точнее, это Гульбуддин Исмаилхан. Взял в свои руки Серке, но нужно не только брать, нужно еще и удержать. Более того, довести дело до победного конца. А это не так легко сделать. Серке весом в 30-35 килограммов. На самом деле очень тяжелая. Тем более, что уже идут последние секунды первого периода. Конечно же, игроки устали. И всегда, когда я говорю про вес 35 килограммов, 30 килограммов, я всегда вспоминаю 32-килограммовую гирю. Не каждый человек сможет поднять, удержать на весу эту тяжесть. А игроки Кокпара, более того, что поднимают ее с земли, они еще удерживают ее ногами, еще где-то сражаются в это время с соперниками. Успевают подумать, сделать маневры и потом уже забить. На самом деле для этого нужна не только сила, опыт, умение, но и еще и такой вот быстрый ум спортсмена, который может принимать решения в считанные доли секунды. Правильно делают зрители, болельщики на ипподроме Казанат, что взяли с собой еду, потому что в день, как вы знаете, проходит по 6 игр, и для того, чтобы с удовольствием смотреть за всеми противостояниями, нужно основательно запастись продуктами питания, потому что сам ипподром находится на краю города. Это врата нашей столицы. Ну и самые лучшие хайлайты от режиссеров и операторов нашей трансляции. Главным режиссером трансляции, еще раз хочу подчеркнуть, является Руслан Даулетов, наш коллега, режиссер телеканала Каспорт. Сонымен қадірлі телекөрермендер, Жанысбек Саевтың асқырығы естілді. Бұл Ауғанстан мен Қытай Халық Республикасы құрама командаларының арасындағы бәсекенің екінші кезеңі басталды деген сөз. Бірінші кезең 3-0 есебімен Қытай Халық Республикасының пайдасына шешілген болатын. Сонымен бұл жерде расымен де 3 салым айырмашылығымен Қытайдан келген палуандардың ауғанстандық көкпаршыларға қарағанда ептірек екенін нақты айтуға болады. Десек те, ауған жігіттерде осалдық танытып жатқан жоқ. Өйткені Серкеге талас, оған дейтін ынта, жігер өте күшті. Қазір мінекей, өздеріңіз көріп отырсыздар, екі команданың жігіттерде бір-бірімен өте қызықты ойын өрнегін көрсетуде. Талас бар, тартыс бар. Бір команда өте үлкен қарыштап дамып кеткен, болмаса екінші команда тіпті әлсіз дейтін сияқты оқшау тұстарды көрмейміз. Сондықтан барынша екеуі де тырысып бағуда. Қазір көрдіңіздер, Наджибулла Пахлаванның қалай Серкені тартып жатқанын. Серкені тартқан бойы тақымға басуға тырысу керек. Десек те, Қытай Халық Республикасының жігіттері бұл жерде командалық қадемі ойын өрнегін көрсетіп үлгерді. Серке Ринат Думанұлының, кешіріңіздер, Думан Жұмабайұлының тақымында қалған. Бірақ
Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Скай Гарник, міне сіздердің назарларыңызда Америка құрама штаттарының бас бапкері. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Бұл жекпе-жекке кімнің шығатыны әзірге белгісіз. Мінекей қарасаңыздар, құрметті көрермен, американдық спортшылардың өте әзілге жақын екенін аңғару қиын емес. Үлкен экранда өздерін көрді, дәл осындай іс-әрекеттерге барып жатыр. Ондай қызықты сәттерді біздің режиссерлар, операторлар назардан ешқашан тыс қалдырмайды. Көкпар тек ашудың емес, ақылдың ойыны ғой. Сондықтан бұл жерде әзіл қалжың жарасқан, көңілді отыратын көрермендеріміз де көп екенін көрдіңіздер. Бірінші нөмірдегі Наджибулла Пахлаванның тақымында Серке ауғандық спортшы және мәреге жақындап қалған сәтті көріп отырмыз. Қандай командалық ойын бұл, салым! Өте тамаша, құрметті көрермен. Керемет. Ауғанстан осылайша өз қоржындарына алғашқы салымды алып келді. Бірінші нөмірдегі спортшысы ақбоз атпен қандай салым салған көрдіңіздер. Наджибулла Пахлаван Ауғанстан құрамасының ойыншысы, осылайша өз елдерінің Қазақстандағы өкілетті және төтенше жағдайлар елшісі көріп отырғанда керемет абыройға ие болғанын байқадыңыздар, құрметті көрермен. Және жекпе-жекте Оралтай Оразұлын бет қаратпай бірден жұлып алғанын көрдік. Осылайша бүкіл командасы болып қытайлық жігіттерді, енді қытайлық деген завестік шығар, Қытайдан келген қазақ жігіттерін аттың алқымымен итеріп мәреден шығарды да өздері мәреге Серкені әдемілеп тұрып тастап кетті. Өте керемет нәтиже. Бір салым айырмасын қысқартты, енді 2 салым салса есеп теңесетін болады. Бірақ енді Қытай Халық Республикасының жігіттері де қарақ балатындардың қатарынан емес, өйткені бұл маңызды ойын. Трансляцияның басында ескерткенімізде дәл осы бәсекеде жеңіске жеткен команда әлем чемпионатының 3-ші орнына таласады, құрметті көрермен. Бұл жерде тек ер азаматтар ғана емес, әйелдер де көкпарға қызығушылық танытатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан көрермендердің арасында, жанкүйерлердің арасында еңкейген баладан, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін бар. Барлығының да мүдделері бір, көкпардан әдемі ойын көріп ләззат алу. Наджибулла Пахлава мен Оралтай Оразұлының арасындағы жекпе-жек, дәл осы екі жұптың арасындағы жекпе-жекте Пахлаванның қанжығасы майланған болатын. Бұл жекпе-жекте дәл осы жетістігін осының алдында қайталай алар мекен, ол әрине әзірге белгісіз. Оралтай Оразұлда өз олқылығының орнын толтырғысы келді ғой деймін. Жекпе-жекке қайта шыққанын көріп отырмыз. Әлге Серкенің сирағына түсіп жатқан қолды көріп отырған жоқпыз. Демек, әлде болса айқастың жүріп жатқаны екі атта, бұл күреңде, бозда бір-біріне тең екенін көріп отырмыз. Екеуінің айқасы бір-біріне жақындап Серкеге дейтін таласын бергісі келмейді. Пахлава Наджибулла қайтадан Серкені өз тақымына басып алды. Және не деген жылдамдық. Бұл жерде командалық әріптестері дәл жаңағыдай өнер көрсету керек. Міне, өздеріңізде көріп отырғандай, құрметті көрермен, дәл жаңағы жағдай қайтадан қайталанатын сияқты. Ауғанстандық жігіттер әдемі тактикаға жатып алғанында көріп отырмыз. Қорғанысты итеріп аттың күшімен мәреге апаруға жақын. Дәл қазір бірінші нөмірдегі Пахлава Наджибулланың тақымында болатын Серке, бірақ командалық әріптестеріне ұзатып та үлгерген секілді. Қытай Халық Республикасының палуаны 7-ші нөмірдегі Нұрболат Тәліпбайұлы Серкені өз тақымына басып алған, алайда жерге түсіріп үлгергенін де көрдік. Енді талас, енді нағыз майдан болады. Ат тұяғының астында жаншылған Серкеге әлі де ешкімнің қолы тиген жоқ. Міне Қытай Халық Республикасының жігіттері Серкені тағы да жерден көтерді. Ринат Думанұлы осыған дейінгі 3 салымның авторы. Тақымына Серке тисе салымды болуға барынша бақталастыратын балуандардың бірі екенін өздеріңізде жақсы білесіздер, құрметті көрермен. Әзірге Америка құрама штаттарының жанкүйерлері, ойыншылар сіздердің назарларыңызда. Үлкен экраннан көрген бойы ойнай жөнелгенін көрдік. Расымен де өздеріңізге қызықты көңіл күй
Тілеген бұл Америка Құрама Штаттарының шабандоздар мен жанкерлеріне разменде бір күліп алған шығарсыздар. Біздің өзіміз езу тартып отырғанымыз байқалады. Ортада қайтадан жекпе-жек Сараджи Абдулрасул мен Думан Жұмабайұлының арасындағы. Сараджи Абдулрасул қазір серкені тақымға басып алған, бірақ бірінші нөмірдегі Қытай Халық Республикасының спортшысы аттың көмегімен бұл серкені жерге түсіргенімен ауғанстандықтар бұл олқылықтың орнын толтырды. Және серкеге мен аттың тізгінін қатар тартқан ауғанстандық спортшыны көріп отырмыз. Бұл 7-ші нөмірдегі Наджибулла Жалжани. Наджибулла есімді спортшылар бұл жолы бәсекеде өте тартысты өнер көрсетуде. Серкені мәре сызығының үстіне алып келуге жақын. Және бұл шабуыл салымен аяқталуы ықтимал. Өте тамаша өнер көрсетіп жатырған ауғанстандық спортшыларды көріп отырсыздар. Қытай Халық Республикасының қорғанысы, Қытайдың қорғанысы сияқты тасқамал болып тұрғанында көрдік және ашылды. Тізгінді бұра қалу керек қазір. Серкеге жармасқан Қытай Халық Республикасының жігіттерінен Наджибулла Жалжани қазір босады. Қалың доданың арасымен барғысы келеді мәреге. Аттың алқымымен, аттың күшімен мәреге жетті. Бұл салым! Өте тамаша, құрметті көрермен. 7-ші нөмірдегі Наджибулла Жалжани міне сіздердің назарларыңызда кезекті салымның авторы. Бәсекеге енді ғана қыза түскен секілді, құрметті көрермен. Есеп 2-3. Қытай Халық Республикасының жігіттері алда келетір. Дегенмен ауғанстандық балуандарға 3-ші орын үшін тағы бір ойын көрсетуге мүмкіндік болатын сияқты. Өйткені айырмашылығы бір салым ғана. Міне тәжікстандық спортшылар сіздердің назарларыңызда өздерінің қарсыластары кім болады деп трибунада қарап отырған сәтті. Қалың додамен апарып салғанға шебер екен ауғанстандық спортшылар. Өз елдеріндегі көкпар бәсекесін көрсеңіздерде мұндай тартыс, талас өте көп. Әлеуметтік желі дейтін рақат қой қазір. Сол әлеуметтік желіге кіре қалсаңыз, ауғанстандық спортшылардың қалай көкпарда өнер көрсететінін байқау қиын емес. Сол жерде де осындай талас тартыстың арасында жүрген жігіттер. Жалпы ауғандық азаматтардың өмірлерінің өзі талас тартыс қой. Бәсекенің 30-ші минуты, екінші таймның тура бел ортасына жетті. Қазірге есеп 2-3. Қытай Халық Республикасының жігіттері алда. Ауғанстандық жігіттерге мүмкіндік бар. Тақымды одан сайын қыса түсу керек. Ауғанстан құрамасына жанкерлік танытып отырған азаматтар болса, құрметті көрермен, тақымдарыңызды одан сайын қыса түсіңіздер. Өйткені тартыс, нағыз бәсеке енді басталып келе жатыр. Серке әлі де болса ат тұяғының астында жаншылып жатыр. Әзірге еңкейген ешкім жоқ. Міне ауғанстандық палуандар серкені тағы да жерден көтеріп алғанын көрдіңіздер. Бұл 13 нөмірдегі Гүлбуддин Исмаилхин болатын. Гүлбуддинге жанкерлердің айғай-шуы естілді және бұл салым болуы мүмкін, құрметті көрермен. Мәре сызығына жақындап келе жатыр. Дәл осылай қалың додамен баратын өздерің жақсы білесіздер. Талас тартыстың арасында серкені әдемілеп тұрып, мәренің дәл ортасына түсіріп кететін ауғанстандық спортшылар үшін бұл тағы да бір керемет мүмкіндік болған еді. Алайда серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Сіздердің алдарыңызда Серік Үсенұлы уайымы қатты дәл қазір, өйткені командасы 3-ші орын үшін бәсекеге ойнай ала ма жоқ па, дәл осы қазір белгілі болады. Ринат Думан Жұмабайұлын ортадағы шеңберге жекпе-жек бәсекесі үшін шығуға жіберіп жатқан секілді. Қос мемлекеттің жекпе-жекшілерде Жансаевтың алдында асқырық естілді. Ортадағы төрешінің бұл жолы да ауғанстандық жігіттер жекпе-жекте мерейлер үстем болды. Бұл Гүлбуддин Малахаил. Малахаил Гүлбуддиннің үлкен мүмкіндігі бар. Егер осы салымды салып кетсе, Малахаил бұл салымды салатын болса, ауғанстандық бүкіл жанкер Малахайын аспанға лақтырушы еді. Демек, есептеңесет деген сөз болатын. Алайда серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Жекпе-жекте ауғанстандықтар өте тамаша өнер көрсетуде, сондықтан әлде мүмкіндіктері бар. Ойынның 32-ші минуты жанкүйерлерде міз қақпай бірденмен бұл ойынға қарап отыр. Ортадағы төреші Жансбек Саевтың ысқырығынан кейін тағы да Исмаилхин Гүлбуддин шыққан екен, бірақ бұл жолы қытайлық палуан
Думан Жұмабайұлы Серкені тақымға басып алды. Думан Жұмабайұлының Серке тақымына тиетін болса, онда ауғанстандықтар үшін өте қауіпті жағдай орын алуы мүмкін. Өйткені алдағы, яғни бірінші кезеңдегі 5 салымды да салған дәл осы Думан Жұмабайұлы болатын, құрметті көрермен. Сіздер назарларыңызда Сайфуддин Таңдоған Ауғанстан құрамасының бас бапкері қай спортшының жекпе-жекке шығатынын нақты айтуға. Ортада жекпе-жек, тағы да Думан Жұмабайұлы мен Гүлбуддин Малақайылдың арасындағы жекпе-жек. Бірінде Думан жеңсе, бірінде Гүлбуддин. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы атанған болатын. Бұл жолда Думанның мерей үстем болуға жақын. Гүлбуддин де Серкеге жармасуда. Талас нағыз енді қызатсуде бүкіл команданың араласуына болады. Бұл жолы кімнің тақымында кетеді екен? Думан Жұмабайұлының тақымына жақын сияқты Серке. Өздеріңізде көріп отырғандай, ойынның 33-ші минуты өтуде, небәрі 7 минут қана уақыт қалды. Қабат деген ай. Қос команданың екі палуаны бірдей аттың астында қалып қойғанын көрдіңіздер. Дәл қазір ортадағы төреші Жанысбек Саев екі команданың жігіттеріне де аттарды тұрғызуына, өздерінің тұруына бәрмен беруде. Ойында әзірге кішкене тоқтата тұрды. Дегенмен де бұл жерде ойын ережесі бұзылған жоқ. Өздеріңіз көргендей аттар бір-бірінің тұяғына сүрініп қалған. Міне осы жерде талас тартыстың нәтижесінде алғашқы аттың аяғы сүрініп кетті де екі палуан бірдей құлады және екеуі де аттың астында қалып қойды. Дегенмен осыншалықты қауіпті ойын болса да, құрметті көрермен, жігіттердің жарақат алуға екі талай, өйткені кіл мықтылардың жиналған бәсекесінде жерден 7 рет таяқ жемейінше бұл жігіттер бір жерім ауырды, сіңірім созылды, балтырым қақсады деп ешқашанда наз айтпайды. Екінші нөмірдегі Мұхат Қуанышұлының тамаша шабуылы деген ай. Бұл керемет шабуылды салымға ұластыруға болатын еді. Бірақ Серке мәре сызығының жегінде жатыр, ап-айқын көрініп тұр. Мұхат Қуанышұлы дәл осы Қытай Халық Республикасының сапындағы ең керемет спортшылардың бірі. Ойынның 35-ші минуты басталды. Міне Мұхат Қуанышұлының Серкені қалай алып келгенін көрдіңіздер және сәл ғана кеш тастап қалғанын байқадық. Бір 2 секундқа ерте тастағанда есеп 4-2 болушы еді. Бірақ бұл олқылықтың орнын толтыруға мүмкіндік бар. Серке әлде болса жерде жатыр, бірақ Қытай палуандары Серкені жерден көтергенін көрдіңіз. Бұл Шожықанұлы Болат және бұл салым, құрметті көрермен. Ойынның 35-ші минутында есепте еселік кеткен Қытай Халық Республикасының жігіттері 8-ші нөмірдегі аспан асты елінен келген палуан осылайша 4-ші салымда салып үлгергенін көрдік. Болат Шожықанұлы, Шожықанның баласы Болат бұл жолы ерледі. Керемет 2 салым айырмашылығымен Қытай Халық Республикасының жігіттері алға шықты. Осылайша бір табан 3-ші орын үшін айқасқа түсуге жақындап келе жатқан сияқты. Өз тобындағы 2-ші орын үшін бәсеке бұл, құрметті көрермен. Және бұл екі командада А тобын, жоқ, Б тобында өнер көрсеткен жігіттер. Б тобында екеуі де Қазақстан құрамасына ұтылған болатын. Сонымен 8-ші нөмірдегі Болат Шожықанұлының керемет салымын көрдіңіздер. Есеп 4-2. Әрі қарай бәсеке қыза түсетіні белгілі. Енді кезек ауғандарда деп тұрған шығарсыздар, құрметті жанкүйер. Оны әрине ойын көрсетеді. Тәжікстандық палуандар келесі қарсыластары кімдер болатынына осы ойын барысында көз жеткізетін болады. Тағы бір естеріңізге сала кетейік, құрметті көрермен. 27-ші тамыз Елорданың желкесінде орналасқан Қазанат атшабарында сағат 4-те дәл осы ойынның жеңімпазы Тәжікстан құрамасымен әлем чемпионатының 3-ші орнын сарапқа салатын болады. Ал сағат 5-те ақтық бәсеке. Ол ақтық бәсекеде, құрметті көрермен, Қазақстан Республикасының құрама көкпар командасы мен Қырғызстан Республикасының құрама көкпар командасы бақталастырады. Ең тартысты бәсекелер 27 тамыз сағат 4-те басталады. Сондықтан Қазанат атшабарына келіңіз, көкпардың жанкүйері болыңыз. Ал атшабарға
мүмкіндік болмаса баруға, онда Казспорт телеарнасы тікелей эфирде сіздер үшін жұмыс істейді, құрметті көрермен. Сондықтан көкпардан тұңғыш ұйымдастырылған әлем чемпионатының тартысты бәсекелерін назардан тыс қалдырмаңыздар. Сіздердің назарларыңызда міне Сайфуддин Таңдоған, Ауғанстан құрамасының бас бапкері. Қалған 3 минутта барынша салым салуға тырысыңдар деп пәрмен беріп жатқанын көріп отырсыздар. Мінекей американдық спортшылар, бапкерлер баршасы да сіздердің назарларыңызда болды. Ортадағы төреші Жан Саевтың ысқырығынан кейін жекпе-жек басталатын болады. Ал мен дәл қазір тізімді әріптесім Аян Төлегенге беремін. Ну, уважаемые друзья, еще раз подчеркнем, что именно в этой игре определится тот коллектив, та команда, которая будет бороться за бронзу дебютного чемпионата мира по кокпару. Напомню вам еще раз, что уже есть с другой группы один соискатель. Это сборная Таджикистана, бронзовые призеры чемпионата Азии 2013 года. Тем самым они доказали и на этот раз, что тот успех был не случайным. Мы видим, что за 2 минуты до конца противостояния наши братья из Китайской Народной Республики с двойным преимуществом ведут в игре, но что-то очень поздно спохватились все-таки афганские игроки. В первом периоде они показывали совсем другой кокпар. Ну а здесь во второй половине игры они словно переродились и уже стали играть на другом уровне. И вот снова 6-й номер сборной Афганистана Расуле Убайдули попытался провести Серке в свои ворота, но это не дали ему сделать игроки Китая. И я думаю, здесь главное удержать счет уже нашим гостям из или Казахской автономной области. Остается всего 1 минута. Жаныс Саев в этой игре поработал очень много на самом деле, потому что игра на самом деле очень напряженная, и чтобы не было грубых нарушений, чтобы не было травм у игроков, он буквально каждую минуту, каждую секунду, вот вы видите даже сейчас, вот его в действии, один из самых известных представителей казахстанского кокпара. Снова идет игра. Я думаю, афганцы уже смирились с тем, что борьба за бронзу пройдет мимо них. Несколько секунд до конца противостояния. И здесь, конечно же, стоит отдать должное именно афганской команде, потому что, несмотря ни на поражение, несмотря на более высокий класс своих соперников, они, тем не менее, сражались до конца, бились вплоть до финального свистка Жаныса Саева. А игра закончена, игра завершена с результатом 4-2, прошу прощения, в пользу наших братьев-казахов из Китайской Народной Республики, а точнее или Казахской автономной области. Вот, великолепный план нам демонстрирует режиссер трансляции. И лучшие хайлайты в этом противостоянии. Напомню вам, уважаемые друзья, что 27 числа мы увидим в 16:00 по времени основных в прямом эфире телеканала Казспорт противостояние за бронзу, где встретятся сборные Таджикистана и Китайской Народной Республики. Ну и, конечно же, финал спустя час в 17:00. Мы, конечно же, будем ждать, что за золото турнира будет биться сборная Казахстана, а противостоять ей будет Кыргызская республика, наши друзья из солнечного Кыргызстана.
Все это мы увидим в эфире телеканала Каспорт в прямом эфире в 16:00. Повторю еще раз, борьба за бронзовые медали в 17:00. Финал. Ну а после финальной игры мы станем свидетелями красочной церемонии закрытия. Спасибо вам еще раз, уважаемые друзья, что были вместе с нами на этой игре. Отмечу, что режиссером трансляции является Руслан Даулетов и ваши комментаторы Аян Тулиген и Кайырхан Маулен.